Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сыныпқа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуалды қалыптастырайық. 1, 2, 3 жан-жағымыз тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Бүгінгі сабақта мәтіннің ішінен етістіктерді табасың. Етістіктердің синонимін табасың. Балалар, мұнда берілген балаларға назар аударыңдар. Айжан, Самат және Әнуар. Бұл балалар не істеп жатыр? Айжан кітап оқып тұр. Самат сурет салып жатыр. Әнуар доп ойнап жүр. Мына берілген сұрақтарға жауап берейік. Етістік дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Етістіктерге қойылатын сұрақтарды ата. Жарайсыңдар. Өсті, ойнады, сайрады сөздеріне сұрақ қойып көр. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Қане балалар, мәтінді барлығымыз бірге қосыла отырып оқиық. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Балалар, мәтіннен етістіктерді табайықшы қане. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз мынадай. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Ең алдымен дәптерімізді ашып, жұмбақты жазып аламыз. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулап, бәйшешек өседі. Жұмбақтың жауабы? Дұрыс айтасыңдар балалар, жұмбақтың жауабы жаңбыр. Сендер сондай тапқыр екенсіңдер. Жұмбақтағы етістіктерді тауып, астын сызып шығамыз. Тамаша балалар. Тамаша балалар. Келесі 3-ші тапсырмаға құлақ сал. Бәйшешек тақырыбында әңгіме құрастыр. Әңгіме ішінде етістіктерді де қолдан. Міне балалар, біз суретте көріп тұрғанымыз бұл бәйшешек гүлі. Қане, жұмысқа кірісейік. Өте тамаша балалар, жарайсыңдар. Балалар, бұл гүлге бәйшешек атауынан басқа қандай ат қоюға болады? Ойланып көріңдерші. Жарайсыңдар ақылдыларым. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып айт. Кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді?
Өте керемет. Бұл тапсырманы да сүрінбей орындап шықтыңдар. Қорытынды. Бүгінгі сабақта мәтіннен етістіктерді тауып, жұмбақты шештіңдер. Бәйшешек туралы әңгіме құрап айттыңдар. Сабағымызды аяқтау мақсатында бүгінгі меңгергенімізді білу үшін смайлик әдісін қолданайық. Менің сабаққа да өзіме де көңілім толды. Тапсырмаларды өте жақсы орындап, жақсы баға алдым. Сабақ жақсы және қызық болды. Сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын. Сабақтан жақсы еш нәрсе алған жоқпын. Не айтылғандарын да түсінбедім. Қызық емес. Балалар, қосымша тапсырма мынадай. Қосымша тапсырма мен зерттеушімін. Мақта өсімдігі туралы ақпарат іздестіріп көр. Мақтаның түр пішінін сипатта. Осы орайда бізге ғаламтордың көмегі қажет. Ғаламтордан осы ақпараттарды келесі сабаққа іздестіріп, тауып көр. Осымен балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.